Келешектің іргетасын бүгіннен қалаңыз. Елімізде 2013 жылдан бастап білім беруге бағытталған мемлекеттік жинақтау жүйесі жұмыс істейді. Бағдарлама арқылы ата-ана балаларының Қазақстанда немесе шетелде оқуына қазірден қаражат жинай алады. Бастартықшылық депозитті кез келген адамның ашуына мүмкіндік бар. Мысалы, қайырымдылық акциясы ретінде Олимпиада чемпиондары Илья Елена, Василий Левич және Серік Сәпиев жетім балаларға осындай депозиттер ашып берді. Әрине, бұл өзгелерге өнеге боларлық қайырымдылық іс. Білім беру жүйесіне қатысты жан-жақты ақпараттар керек деген айдарында. Ата-анам маған білім беру депозитін ашып қойды. Қандай депозит? Салым ашасың да, банктен, әрі мемлекеттен пайыздарыңды алып тұрасың. Керемет. Армысыздар, мұндай озық жүйе ақш, Ұлыбритания, Канада, Сингапур секілді санаулы елде ғана бар. ТМД мемлекеттерінің ішінде Қазақстанда жүзеге асуда. Білім беруге бағытталған жинақтау жүйесінің ұтымды тұстары неде? Бізге қаржы орталығының маманы Қуаныш Мәулетова толық баяндайтын болады. Сәлеметсіз бе? Енді бұл бағдарламаның артықшылығы неде? Ерекшелігі бұл мақсаттамалық тек қана білімге ғана арналады. Екінші ерекшелігі жыл сайын мемлекет тарапынан 5 және 7% көлемінде сыйлық ақы қосылады. Серіктес банктердің сыйақысы 14%, екеуін қосқанда студент оқуға түскен жағдайда 60% өзінің жаңағы жарнасы жинаған, 40% ол жаңағы үстінен қосылған пайыздары болады. Үнемділік осында. Бүгінде салымшылардың саны қанша? Бүгінде салымшылар саны 17 мыңнан асады. Жалпы сомасы салымшылар салғаны ол 10 миллиард теңге. Ал алғашқы жарна қанша? Және де салымды қалай ашу керек? Баланың туу туралы куәлігін алады, және өзінің жеке куәлігімен серіктес банкке барып, бастапқы жарна 3 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Соны салу керек. Салымға шектеу жоқ, әрі қарай өзі қаншалықты қалтасы көтереді, ай сайын төлем салама әлде өзі біледі. Ал жинақтау мерзімі қандай? 3 жылдан 20 жылға дейін, яғни 20 жылға дейін мемлекеттік сыйақы беріледі, одан кейін тоқтатылады, өзі заң бойынша солай. Егер мен балама жинақтадым, осы депозитті ашып, ал егер менің балам грантқа түсіп жатса, осындай жағдайда не істейміз? Бұл жағдайда мемлекеттің жаңағы сыйлық ақысы, банктың сыйақысы барлығы қосылып беріледі, немесе екінші балаға ауыстыруға болады. Мәселен, депозит ашқысы келеді, алайда банк жабылса не істейміз дегенде үрей бар ғой халықтың арасында. Бұндай жағдайда Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорымен кепілдендірілген, кез келген жағдай болған кезде 10 миллион теңгеге дейін қаражат қайтарылады. Сұхбатыңызға рахмет, сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Былтыр республика мектептерінен 121 мыңнан астам оқушы түлеп ұшты. Олардың тек 32 мыңы мемлекет есебінен тегін оқып жатыр. Демек, түлектердің 75%-ы ақылы негізде білім алуға мәжбүр. Ендеше осы олқылықты толтыруға болады. Яғни бүгіннен бастап балаларымыздың сапалы әрі лайықты білім алуына жағдай жасауға мүмкіндік бар.